Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, Тұлға арнасына қош келдіңіздер. Ыбырай Алтынсарыұлы қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырған тұлға. Ол 1841 жылы 26 қазанда қазіргі Қостанай облысы Затабол ауданында дүниеге келген. Әкесінің есімі Алтынсары, анасы Айман. Алтынсары өз еңбегімен тіршілік еткен, қарапайым шаруа адам болған. Ал анасы Айман Арғын руының ішіндегі Шеген деген бидің қызы. Әкесі Алтынсары Ыбырайдың 3-4 жасында қайтыс болып кетеді. Сол себептен бала Ыбырай атасы Балғожа бидің тәрбиесінде болады. Балғожа би өз өңіріне танылған беделді, білімді кісі. Ол ұзын Қыпшақ руынан шыққан. Өзі өте текті, күллі әулетті билеп, жүгін көрсетіп отырған адам болған. Сондай-ақ, ол жалпы шекаралық комиссияға қызмет істеген кісі. Сол себептен де ол немересін орыс мектебіне бергісі келеді. Атасы Балғожа Ыбырайды тойларға, жиындарға өзімен ерте жүріп, немересін іскерлікке, білімділікке, сөз сөйлеу шеберлігіне үйретеді. Ыбырайдың атасымен бірге жүруі өмірі үшін өте маңызды болды. Балғожа би кішкентай Ыбырайды Орынборда ашылады деп күтілген орыс қазақ мектебіне күні бұрын жаздырып қояды. Бидің ондағы мақсаты әрине немересінің бала оқытып педагог болуы емес, әкімшілік орындарда жұмыс істеп, шенеулік, орысша оқыған төре болып шығуы, ата-анасын асырауы. Ыбырай мектепте сабақты ынта қойып оқыды. 1857 жылы оқуын өте жақсы деген бағамен бітіріп шығып, 1859 жылдың тамызына дейін өзінің туған елінде тілмаштық қызметін атқарады. Қалада оқып, қазақ баласына беймәлім жаңалықтардан хабардар болып, ой өрісі кеңейген, зерделі боз баланың 2 жылдай елде болуы, қазақ қоғамының жағдайын тереңірек түсініп, жаңаша сезуіне, өзіндік ойға келуіне мүмкіндік береді. 1859 жылы Ыбырай атасының жақсы танысы, сыйлас кісісі, Орынбордағы шекаралық комиссиясының төрағасы, шығыстанушы белгілі ғалым, профессор Григорьевпен жақын танысады. Ол Ыбырайға қамқорлықпен қарап, оған өзінің бай кітапханасын еркін пайдалануға жағдай жасайды. 1860 жылы Жайықтың шығысындағы қазақтар үшін 4 бастауыш мектеп ашылатын кезде Ыбырай өзі сұранып, Торғай мектебіне мұғалім болуға рұқсат алып, сонда келеді. Бірақ мектеп бірден ашыла қоймайды. Бұл аралықта Ыбырай ел ішінде мектептің пайдасын түсіндіріп, біраз баланы өз үйінде оқытады. Ол мектеп 1864 жылы 8 қаңтарда салтанатты түрде ашылып, 16 оқушы қабылдайды. Ыбырай 1864 жылы 16 наурызда жазған хатында: «Қойды қуған аш қасқыр секілді мен қызу түрде балаларға білім беруге кірістім. Және осы балалар 3 айдың ішінде тіпті орыс және татар тілдерінде оқып жазуды үйреніп алды. Бір сөзбен айтқанда, бұл жақсылар курс аяқталғанша 4 жылдан кейін бір нәрсе үйреніп, лайықты сөйлей алатын болады деп үміттенемін. Сондай-ақ, кейін олар жемқор болып шықпас үшін бар ынта жігеріммен тіпті олардың моральдық әрекеттеріне де әсер етуге тырысамын», деп жазған. Ыбырайдың қаламынан білім беру ісіне арналған көптеген туындылар туды. Олардың бірі 1869 жылы жарық көрген 2 қазақ хрестоматиясы мен қазақтарды орыс тіліне үйретудегі алғашқы басшылық атты оқу құралы. 1869 жылы Ыбырай Торғай аудандық әкімшілігіне іс жүргізуші болып жұмысқа кіреді. Кейін аудандық бастықтың аға көмекшісі болып қызмет атқарады. Қызмет ету барысында ол ауылдарға барып, облыс әкімі мен ауыл ақсақалдарының сайлауына қатысты. Ыбырай сайлау кезінде пара алу, жемқорлық пен қиянатшылыққа жол бермей, әділ шешімнің табысты қабылдануына әсер етті. Ал оған көңілі толмаған байлар облыстық үкімет, әскери губернаторға тіпті 1868 жылғы уақытша ережеде көзделген сайлау ережесін
бұзды деген айыппен Ыбырайдың үстінен ішкі істер министрлігіне шағым түсіреді. Олар Ыбырайды болыстың басқармасындағы қызметінен алып тастауға тырысты. Мысалы, 1883 жылы Николай өзінің Ара Қазағай басшысын сайлау кезінде Ыбырай Алтынсарыұлы өздерін ұсынған екі байдың орнына үшінші адамды сайлады. Ыбырайға қатысты шағымдардың бірінде оны социалист деп атайды және осы іс бойынша тергеу жүргізген. 1879 жылы Ыбырай Торғай облысына мектеп инспекторы болып тағайындалады. Торғай облысындағы мектептің инспекторы лауазымын алған Ыбырай Ырғыз, Николаев, Торғай және Илецк облыстарында 2 сыныпты орыс-қазақ мектебін ашты және осы мектепті оқушылар мен оқытушыларға толтырды. Сондай-ақ ол осы мектептерді жабдықтауға ерекше мән берді. Ол әрбір мектепте кітапханалардың құрылуына көп көңіл бөлді. Ыбырай бір сөзінде жинаған 600 рубльге Торғай облысының мектептерінде оқытушылар мен оқушыларға арналған кітапханалар ашқым келеді. Бұл кітапханалардың мақсаты ондағы кітаптарды тек оқушылар мен мұғалімдер ғана қолданып қоймай, курсты аяқтаған адамдар мен жалпы сауатты адамдардың оқу құралдарын алуға болатын орындары болса екен деймін, деген екен ұлы ағартушы. Сонымен қатар ол қыздардың сауаттылығына да айрықша мән беріп, олардың білім алуын ұйымдастыруға көп еңбек салды. Оның қолдауымен Ырғыз қаласында қыздар мектебі ашылды. Кейінірек 1891 жылы Торғайда, 1893 жылы Қостанайда, 1896 жылы Ақтөбеде қыз балаларға арналған мектеп-интернат ашылды. Жалпы алғанда Ыбырай Алтынсарыұлы 4-2 сыныптық орыс-қазақ училищесін, 1 кәсіптік училище, 1 қыздар училищесін, 5 болыстық училище және орыс балаларына арналған 2 мектеп ашты. Қазақ әдеби тілін қалыптастыру саласында ұлттық әдебиет пен мәдениетті дамыту үшін жемісті жұмыс жасады. Сондай-ақ ол Толстой, Ушинский, Крылов, Пауссон секілді орыс жазушыларының шығармаларын қазақ тіліне аударды. Оның қаламынан Қыпшақ Сейіт, Киіз үй мен ағаш үй, Асыл шөп, Шеше мен бала, Бай мен жарлы баласы, Таза бұлақ секілді әңгімелер мен новеллалар туған. Ыбырай Алтынсарыұлы өмірінің соңғы жылдары Қостанайда тұрды. Ол бүкіл ғұмырын ағартушылыққа арнап, ешқашан дүние мүлікке қызықпаған. Ол тек жеке қаражатынан кішкентай көлдің жағасынан бір қабат ағаш үй ғана тұрғызып, онда 1889 жылға дейін, қайтыс болғанға дейін қарапайым өмір сүрді.